Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман, сізбен бірге Күлән Бейсенбай қызы. Бүгін біз сізбен тарсия әдісі туралы қарастыратын боламыз. Осы суреттерден көріп отырғаныңыздай, тарсия әдісі бойынша біз кестелер құрастыратын боламыз. Бұл кестелердің қандай артықшылығы бар? Біріншіден, барлық пән бойынша қолдануға болады. Екіншіден, бұл әдістің қолданысы жас талғамайды. Яғни оқушы, студент, ересектермен де жұмыс жасауда өте ыңғайлы. Үшіншіден, сабақта жеке, жұптық, топтық жұмыс жүргізе аламыз. Мен қазір сізге қазақ тілі пәні бойынша бір үлгіні көрсеткім келеді. Сонымен кестені құрастыру үшін Google-ға тарсия деп жазамыз. Тарсия. Тарсия онлайн деп шықты. Тарсия мейкер деп көріп тұрсыз, осыны басасыз. Алдымызда бірнеше түрлі формасын шығарып береді. Міне кішкентай үшбұрыш, мына жерде көп бұрыш. Жаңағы үшбұрыштың үлкені, яғни бұл жерде сұрақтарына қарай. Осы жерде 18 сұрақ берілетін болса, мына кіші үшбұрышта 9 сұрақ беріледі, және мына көп бұрыштың үлкенін қарастыратын болсақ, бұл тіпті 30 сұраққа дейін барады. Келесі мына төмендегі белгілерді қарастыра кетейік. Export to PDF дейді. Осы кестені жасап алғаннан кейін PDF форматына ауыстыра аламыз. Save сақтау, load мына жерде жүктейміз, clear тазалау және осы белгіні басып, сұрақтардың орнын ауыстыра алады екенбіз. Тарсия кестесі бойынша біз сөйлеу әрекетінің түрлерін, яғни тыңдалым, оқылым, сөйлесім бойынша нақты сұрақтар қойып, тақырыпты бекітіп, пысықтап қайталай аламыз. Сонымен қатар сөздік қорды да осы әдіспен бекіту өте тиімді болмақ. Сонымен нақты тапсырмаға көшейік. Осы жердегі кестені көріп отырсыз. Бірінші сұрақты жазып, одан кейін жауабын жазуға болады. Немесе дәл қазіргі менің мысалымда тұрақты тіркестерге байланысты тапсырма құрастырамын. Мысалы, тайға таңба басқандай деген сөздің түсінігі анық, екі көзі төрт болу, яғни күту, ұзақ күту. Барлық сөздерді жазып шықтым. Мына белгіні басып, орындарын ауыстыра аламыз. Мысалы, екі көз төрт болу тұр бірінші. Басқаннан кейін міне ет өлген жер бірінші шықты. Ары қарай Export to PDF-ті басып, Word құжатында сақталды, тарсия дегенді ашайық. Міне бізде дайын нұсқа шықты. Осы парақтарды принтерден шығарып аламыз, және әрбір үшбұрышты бөлек-бөлек мынандай қылдырып қиямыз. Осы кестенің қиындыларын жеке, жұппен немесе топпен жұмыс түріне қарай таратып береміз, және белгілі бір уақыттың ішінде барлық сөздерді бір-біріне сәйкестендіріп құрап шығу керек. Шәкірттеріміздің жұмысы жылдамырақ болу үшін үшбұрыштың ең мынау ұшар басында ит өлген жер деген тіркес болу керек деп көрсетіп қоюға болады, және ары қарай олар өздері барлығын құрастырып шығады. Тағы бір мысалды қарастыратын болсақ, осы жерде грамматика бойынша сұрақтар құрастырдық, 11 сұрақ, және басқа форманы қолданып отырмыз, мына жердегі көп бұрышты. Енді біз бұлардың басқа түріне өтетін болсақ, мысалы, мына үшбұрышқа дәл осы сұрақтар түседі. Үлкен үшбұрышқа түседі, бірақ бір минусы мына жерде ары қарай тағы да қосу керек болады. 12-ден бастап 18-ге шейін. Немесе мынау үлкен көп бұрышқа өтетін болсақ, бұл жерде де жаңағы біз құрастырған 11 сұрақ тұр, ары қарай қосамыз. Қайтадан айналып қайтып келейік. Міне осы жерде дәл осы көп бұрышты да біз Export to PDF деп басып, шығарып алып, мінекей тағы да қиямыз. Бұл кестемен де жұмыс жасаған кезде шәкірттеріміздің жұмысын жылдамдату үшін осы негізгі болатын ортаны осы шақтың мысалдары деп, немесе ең шетінде сол жақта есептік сан есімнің мысалдары тұру керек деп белгілеп көрсетіп қоямыз, және ары қарай өз беттерімен жұмыс жасауға тапсырманы береміз. Өзіңіз көріп отырғандай әртүрлі формада және кез келген пән бойынша сұрақтар құрастырып, шәкірттеріміздің қызығушылығын және белсенділігін арттыра аламыз. Осы жердегі зат есімнің мысалдары және басқа сұрақтардың орнында физика, химияның формулалары немесе алгебра, геометрияның есептері, тарих, география бойынша сұрақтар, жалпы кез келген пән бойынша сұрақтардың болуы мүмкін. Сондықтан өзіңіздің қажетіңізге жаратып, осы кестені қолданасыз деген үміттемін. Сонымен құрметті оқырман, егер сізге осы тарсия әдісі ұнаған болса, осы кестені өзіңіздің сабағыңызда қолданамын деп жоспарлап отырған болсаңыз, осы видеоның астына комментарий жазып, лайк баса кетіңіз. Келесі сабақта кездескенше аман, сау болайық.